Баршаңызға сәлем. Бүгін ашытқысыз, яғни дрожсыз, сүтсіз суға үйленетін, тез арада дайын болатын дәмді бауырсақтар пісіретін боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналды қолдап кетуіңізді сұраймын. Ең алдымен жылы су қажет болады. Оған дәміне қарай тұз, қант қосамыз. Ергенше араластырып аламыз. Одан кейін 4 ас қасық сұйық май, яғни шемішке майын қосамыз. Ас содасын жарты шай қасыққа толтырмай қосамыз. Ұнды аз-аздан қажетінше қосып аламыз. Қолға жабыспайтын, жұмсақ, жұмыс жасауға ыңғайлы қамыр шығу керек. Қатты болып кетпеуі қажет. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз. Өте тез дайын болатындықтан мен күнде балаларыма таңғы асқа пісіріп беремін. Олар ыстықтай шаймен жегенді жақсы көреді. Міндетті түрде сіз де жасап көріңіз. 5 минутқа тындыруға қалдырамыз. Міне 5 минут өтті. Енді жаюға ыңғайлы болу үшін мен 2 бөлікке бөліп алдым. Сіз бөлмей-ақ солай жая берсеңіз болады. Шәйнегіңіз қайнағанша бұл бауырсақтар пісіп үлгереді. Тез арада қонақтар келетін жағдай болып қалса, осыны пісіре қойыңыз. Осындай қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Қалауымызша кесеміз. Осы уақытта майды қыздыруға қойып қоямыз. Майымыз қызып тұру керек. Менің осы YouTube каналымда бауырсақтың түр-түрі бар. Ашытқымен де, ашытқысыз да, және ши бауырсақтың түр-түрлері бар. Плейлисты бөліміне өтіп көрсеңіз болады. Екінші қамырымды тура солай жайып алдым. Майым қызып дайын тұр. Міне барлығын тізіп дайындап алдықты. Енді қызып тұрған майға қорып аламыз. Бауырсақтың қамыры қалың емес, сондықтан тез піседі. Қатты қызартудың қажеті жоқ. Сарғыш түске боялса болды. Міне осындай топ-томпақ болып жақсы көтеріледі. Осы рецептпен шелпектеп пісірсеңіз болады. Міне бауырсақтарымыз дайын. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап кеткендеріңізге, назарларыңызға үлкен рахмет.